Киноның басты қаһарманы Бен деген жігіт достары арасында ішімдік ішіп, қуып ойнап, көңіл көтеріп жатады. Олар арасында неше түрлі желкенішті әңгіме айтып жатады. Сосын олар таң ата ұйықтап қалады. Басқа үйде Элисон есімді қыз будильниктен оянып жатады. Сол қасындағы үйге барып, ол үйде әпкесі жанұясымен бірге тұратын. Әпкесі кішкентай қызын садикке апар деп әкесіне айтып жалынады. Әкесі қолым бос емес деп екенін айтқанда, Элис мен апара салайын деп айтады. Элис жергілікті қалада журналистикадағы режиссердің көмекшісі болып жұмыс жасайтын. Бір күні оны бастығы жоғарлатып, тележүргізуші қылғанда Элис қатты қуанады. Бірақ оған аздап арықтау керек болады деп ескертеді. Түске жақын ұйқыдан Бен оянып жатқанда, олар достарымен сайт жасап, проектпен айналысады. Ол жерде сүйікті актрисаларды танып, оны қай уақытта шешінетінін табатын жоба болатын еді. Олар соны талқылап отырады. Сосын олар клубқа барып, көңіл көтеріп жүргенде, Бен Элиске барда жолығып қалып танысады. Элис әпкесімен бас қосып, клубта жаңа жұмысын жууға келген болатын. Бар алдында Бен барменге келгенде, оған бармен қарамай, мән бермей қойғасын, ол сыраны үстелден өзі алып кетіп билейді. Солай екеуі сол жерде қатты қуып билеп мас болып, Элис оны үйіне алып келіп, төсекте ары-бері былай дегендей қысқаша айтқанда қалағандарын жасады. Сосын таң ата Элис мастығынан айығып, төсектегі Бенді көргенде желкеніп кетеді де, сосын одан тез айырылғысы келеді. Бірақ Бен оңай берілетін бала емес, қасынан қалмай қояды. Ол солай Элистің әпке жездесімен танысып, кафеде тамақтанып отырады. Сол кезде Элис Беннен немен айналысасың деп сұрағанда, үлкен проектпен айналысамын деп айтады да әлгі өтпейтін жобасын айтып таныстырады. Оған Элис желкенішті қарап, сосын олар кейіннен қоштасады. 8 аптадан кейін ол Джеймс Франкодан интервью алып жатқанда, оған жаман болып құсып, халі нашарлап қалады. Ол өзіне отравление болды ма деп ойлайды. Үйіне әпкесіне келіп, мән жағдайды айтып жатқанда, екі баласы бар әпкесі бәрін тез біледі. Сосын олар аптекадан тестті сатып алып, қараса, олардың бәрі Элистің жүктілігін айқындайды. Элис таңғалады. Ол жігітпен жатпағалы біраз болды деп ойланып отырады. Сосын ол Бенді есіне алады да әпкесіне айтады. Бен болса достарымен қосылып, тағы да ойын сауық құрып отырады. Сол кезде оған Элис қоңырау шалып, кездесейік дейді. Бен тағы көңіл көтеретін болдым деп ұшып келеді. Екеуі бір жерде отырғанда, Элис оған жүктілігін айтып, сенен басқа ешкім болмағанын айтады. Келесі күні гинекологқа олардың барлығын растайды. Яғни гинеколог та олардың жүкті екенін, яғни Элистің жүкті екенін растайды. Сосын екеуі бір-бірімен ұрысып қалады да, Бен достарымен сол жайында ақылдасып, достары одан бас тарту керексің деп отырады. Бірақ Элис осы жайды біліп, баланы қалдырамыз деп шешім қабылдайды. Бен оған да көнеді. Сосын Элис Беннің тұрып жатқан жеріне келіп тексереді. Олардың достарын көріп, олардан аздап шошиды. Сосын олар ресторанда тамақтанып отырып, ары қарай қалай болатынын жоспары құрады. Яғни қалай жанұя боламыз, қалай бірге тұрамыз, қалай баланы қалай өсіреміз деген сияқты сөздерді талқылайды. Олар бір-бірімен келісіп, енді бір-бірімізді тастамауымыз керек деп, енді асырайтын ақшаны қалай табамыз деп, Беннің жұмысын қалай дегенде ол жобасын әлі бастамағанын айтады. Және ол пособияға өмір сүріп жүргенін де айтып кеткен еді. Элис Бенді жақсы көруге тырысады. Сосын олар үйіне келіп, тағы да қалағандарын жасайды. Ертесіне Элис Бенді жанұясымен таныстырады. Бен Элистің әпкесіне онша қатты ұнамайды. Ол семіз, жалқау, одан бала көтермеу керек. Оның жасы қаншада деп сұрағанда, Элис 23-те дейді. Бірақ әпкесі оның түрі 33-те сияқты дейді. Сол кезде Бен әпкесінің қыздарымен ойнатып жатқанда, яғни Бен оның әпкесінің қыздарымен бірге ойнап жатады. Сол кезде Элис оған қарап, аздап Элиске ұнай бастайды. Сосын олар дүкенге барып, жас отбасы ата-аналар жайлы кітаптар алып,
балаға кішкентай балаға киімдер алып, және әпкесі сіздерге кереует алам дейді. Бен мен Элис көшеде Элистің достарын көріп қалады. Бен оларға жұп екенін айтқанда, Элис олардан жасырғысы келеді. Сосын Бен жүзікке ақшасы болмағанда бос қорапшаны ұсынады да, алдағы уақытта ішіне жүзік салып беремін деп уәде берген кезде, Элис қоя тұршы, біз бірінші баланы шешіп алайық, ойлануым керек дейді. Бен достарына барып, проектті тез жүргізу керек, маған көп ақша керек дейді. Сонда достары проекттің алдағы уақытта тез жүрмейтінін айтып, көңіл көтеруге оларды тағы кетіп қалады. Бен бажасының қасына келіп, немен айналысатынын сұрағанда, оның бірі стартаппен айналысатынын айтып жатады. Сол кезде Бен өздерінің жобасын айтқанда, ондай жоба бар екенін, және ол 1 жылдан бері жасап тұрғанын айтады. Соны естіп, Беннің көңілі түсіп кетеді де, достарына келіп, жеткізіп, ол жобадан пайда жоқ екенін айтады. Достары конкуренттерді көріп, жобаны қоя салады. Яғни бұлардың жобасы конкуренттерге қарағанда өте төмен болып шығады. Сосын Бен жаңа идея ойлап табайық дегенде, кейін көреміз деп киноға кетіп, Спайдерменнің 3-ші бөлімі шықты деп олар асығып кетіп қалады. Сол кезде Элис әпкесімен сырласып отырған кезде, әпкесі Элиске менің күйеуім маған чотты көзіме шөп салып жүрген сияқты, кейде біраз уақытқа жоғалып кете береді дейді. Сосын олар тамақтанып отырғанда, күйеу тағы бір жерге барамын деп дереу асығыс кетіп қалады. Элистің әпкесі, Элистің өзі және күйеуі жаңағы типа Бен ғой, оны аңдиды. Оның машинасы бір жерге тоқтайды. Яғни ол Элистің жездесінің машинасы бір жерге тоқтайды. Ол үйге кіріп кетеді. Артынан үшеуі де кіреді, бірақ үйден ешкімді таппайды. Сол кезде подвалдан біреулердің дауысы шығып кетеді. Оны әпкесі дереу байқап, сол жерге күйеуі бейсбол ойнайтын командада стратегиясын жасырын құрып жатқан еді. Оны көріп қалып, әйелі оған таң қалып, не істеп жүрсің деп сұрайды. Сосын оған күйеуі бұл жерде менің жеке өмірім және қызығатын нәрсем еді деп ақталады. Негізінде сол бейсболға қатты күйеуі қызығатын еді. Сосын Бен мен Элис үйге келіп қосылғысы келеді. Бірақ Бен ішіндегі баламызға қиын шығар деп қатты қорқады. Сосын Элис ренжіп қалады да ұйықтап қалады. Ертесіне олар гинекологқа бара жатқанда, Элис Бенге қатты ашуланып, ызаланып, ұрсып, сен бала сияқтысың, қара басынды да алып жүре алмайсың деп машинасынан көше ортасында қуып жібереді. Содан кейін бажалар циркке барып, саңырауқұлақ жеп, көңіл көтереді. Бен сол жерде Элисті жақсы көретінін айтып, тек сонымен ғана болғысы келетінін айтып растайды. Бен қалаға оралып, жеке квартираға шығып, жаңа жұмыс тауып, әке болуға дайындала бастайды. Элистің іші шыққасын, яғни жүктіліктің уақыты өтіп, 8-ші айдан өткен кезде іші біліне бастайды. Жұлдыздар одан көріп, көбі интервью бергенде Элистің баласы жайлы сұрай береді. Сосын Элистің бастығы шақыртып алып, оған жаңа жұмысты береді. Онда 2 қабат танымал адамдармен интервью аласың дейді. Оған, яғни Элиске осы жағдай қатты, осы жұмыс қатты ұнайды. Сосын Элис әпкесімен клубқа тойлауға келгенде, күзетші оларды кіргізбей қояды да, себебі Элис жүкті болған еді. Сенің де жасың үлкен деп, оларды ренжітіп қуып жібереді. Ертесіне Элистің әпкесі жездесі қыздарымен Диснейлендқа кеткен кезде, Элис жалғыз үйде өзі қалады. Сол күні Бен қалай жақсы әкеле болу туралы кітапты күндіз түні оқып отыратын. Сол кезде оған достары қоңырау шалып, кеттік қыдырамыз, анау-мынау деп өздерінің арасына тартқысы келеді. Бірақ Бен олардан бас тартады. Сол сәтте Бенге Элис қоңырау шалып, оның толғағы ұстап жатқанын және роддомға апаратын ешкім жоқ, келіп мені роддомға апар дейді. Бен асыға келіп, Элистің қасынан шықпай массаж жасап, солай бірнеше уақыттан Элис роддомда дүниеге қызды әкеледі. Бен қатты қуанады. Енді оның өмірі қатты өзгерді. Солай екеуі жақсы ата-ана болады. Арнаға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.